жаныма. Дос болғысы келеді бір ел бар, қазақ деген. Достар, осы дастарханға қатысты, салфеткаға қатысты көптеген сұрақтар келді оқырманымнан. Қазір мен сіздерге барлығын айтып түсіндіріп көрсетемін. Осыны мен уже дастарханды бір жуып жайып қойдым. Бетіне түскен дақтар бірден кетеді. Одан кейін қатты мыжылмайтын мата принттері де көрдіңіздер ғой. Сол қалпы. Мен қазір сіздерге тағы да толықтай ақпарат беремін келесі стористерде. Міне достар, осы көрпешеге, жастықтарға, дастарханға қатысты көптеген сұрақтар жолдадыңыздар. Мен енді сіздерге жауап бере кетейін. Бұны маған сыйлаған Айна құрбым Алматы қаласында Королева Посуд деген парақшамен және сол атпен танылған. Сіздерге осы көрпешенің сапасын айта кетейін. Айнаның туындысы. Басқа жерден егерде сіздер дәл осындай көрпешелер, жастықтар көрсеңіз, тапсырыс берсеңіз, онда ол подделка екен біле жүріңіздер. Ол бір жуғаннан кейін түсі өңіп кетеді. Ал бұл авторлық жоба болғаннан кейін әрбір краска, әрбір принт, жалпы краскілердің барлығы Италиядан алып келеді. Матасы өте сапалы. Бұл жерге ең мән беретін дүние сапаға. Өйткені сіз алған дүниеңіз ертең бір жуғаннан кейін түсі кетіп қалса, көңіліңіз түседі. Мен уже жуып көрдім. Түстері сол бір келкі. Қараңыздар, қалай жуамыз десеңіздер, міне потайной замок бар. Жалпы бұл бір келкі матаға мына принттердің барлығын жасаған, түсірген. Бұл ручная работа. Егерде сіз өзіңіздің идеяңыз болып жатса, егер осы көрпешеге қандай да бір принтті түсіргіңіз келсе, онда Айнаға хабарлассаңыз, реализовать етіп береді. Енді Айна менің үйімнің дизайніне қарап өзі таңдап алып келді. Ал бұл шын мәнісінде менің көңілімнен қатты шыққан, өзім жақын арада тапсырыс берем деп жүрген едім. Бірақ Айна маған сыйға тартты. Сол үшін Айна көп-көп рахмет. Өте жеп-жеңіл. Еш ауыр емес. Тіпті мына потайной замок бар ғой, таппай қалады екенсің. Ал қанша тұрады, қанша уақытта бұны дайындап тігіп береді деген сияқты қосымша сұрақтардың барлығына Айнаның өзі жауап береді. Айтпақшы тағы айта кетейінші, егер де мәселен сіз өзіңіздің принтіңізді көрпешеге, жастыққа, скатертке тапсырыс берем дейсіз ғой, оған қоса пердеге де олар тапсырыс қабылдайды екен. Яғни пердеге де сол принтті орнатуға болады екен. Жалпы не дүниенің болсын, өз үйіңе алғаннан кейін сапалы болғаны жақсы емес пе? Сондықтан сапалы дүниеге көбінде мен мән беремін. Сіздер де сапалы дүниені үйіңізге пайдаланыңыздар, қолданыңыздар деген мен. Unpacking check. 2 күн қонақ күттім. Сыйлықтарды ашатын уақыт болған жоқ, енді ғана қолым тиді. Және өздеріңізбен бірге ашайық, сыйлықтарды. Бірінші неден бастаймыз? Әрине қасындағы тұрған пакеттен бастаймыз. Сындырып алдым ба? Сындырып алған жоқ. Нормальный бесін бар екен. Какая милота, милота. Тақтай. Келесі. Әдемілеп упаковка жасап алып кетті. Ой.
Рахмет. Тарам. Шикарная сковородочка. Құрбым Катардан алып келген термос, қайненен алып келген шай, арнайы Швейцариядан алып келген бұл кофе. Менің кофені қатты жақсы көретінімді біледі. Орнай набор для приготовления фондю. Құрастырған кезінде көрсетіп жатармын, өйткені құрастыру керек. Не бар екен? Рахмет. Күшті біледі екен. Прям түсі маған келіп тұр. Үйіңде береке болсын. Құрметпен, Гүлнұр Оразымбетова. Милата, милата. Қандай нәзік күртеше, қараңыздаршы, іші қандай жұмсақ. Бұны маған сыйлады Жанна Амангелдиевна. Бұл берген ақшалай сыйлықтарға да зат алам. Баршаңызға, ниеттеріңізге, сыйлықтарыңызға, көңілдеріңізге, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге алғысым шексіз. Рахмет, осындай қуаныш баршаңызға жұғысты болсын.